Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен творожный пирогын дайындайтын боламыз. Өте дәмді пирогтардың бірі болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен қантты жақсылап араластырамыз. Дегі 5% жұмсақ сары майымызды саламыз. Үстіне жаңағы қант пен жұмыртқа араласқан салмамызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанға дейін. Қопсыздықышты оның үстіне салып, ұнымызды жаңағы сары майымыздың үстінен салып, жұмсақ қамыр илейміз. Өте нәзік, жұмсақ қамыр болуы қажет. Қамырымыз дайын. Бірден жұмыс жасай беруге болады бұл қамырмен. Формамызға, 26 диаметрлі формамызға жайып аламыз. Шетіне бортиктерін шығарамыз, артық қамырларды кесіп тастаймыз. Тестамызды вилканың көмегімен тесіп аламыз. Тоқтай пісуіне көмектеседі. Салмасы дайын болғанға дейін холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. 9%-тен жоғары болған творог, жұмыртқа, 20%-тен жоғары қаймағымыз саламыз. Кукуруз крахмалы, лимон соғы, барлығын біркелкі масса болғанға дейін блендердің көмегімен араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді оны тестамыздың үстіне құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Ол әрине сіздердің пештеріңізге де байланысты. Пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Суыған соң ғана формадан алыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.